өзім лауазымда 10 жыл болды атқарып келе жатқаныма. Өзім мамандығымды сүйікті мамандық деп біліп таныдым. Жоғары білім оқуын Қытай Республикасында алдым. Бірақ өзімнің еліме еңбек етуге қайтып келгем. Осындай үлкен форумға келгеніме өте қуаныштымын. Аларым өте көп болды. Систематический нелерімізді көрдік. Басқа системада қалай жүйесіне, Қазмұнайгазның жүйесіне қалай жұмыс жасап жатқандарын, жас мамандардың біліктіліктерін және де бір-бірімізбен білім алмасуымызды артты деп ойлаймын. Бұл маған бір форумға келу, жақсы бір көз қарас, көз ашу, адамның ояну санасын нығайтты деп ойлаймын. Өз саламда мен жалпы негізі цифровизацияны қолдаймын. Біздің даже лабораторияны алған кезде цифровизация болған келген жағдайда өте жақсы деп, тиімді деп қолданар едім. Қазіргі жастар сөзін шындығы керек, точные науки дейді ғой, содан қашатта. Физика, химия деген ол заттардан қашпауын тілеймін. Неге десең, ол қасиет болмаса бізде де экономикамызды нығайта алмаймыз. Заманауи сай.